Жалпы кәсіпкер деген кім? Барлығына сұраса мен кәсіпкермін деп айтамын. Сонда кәсіпкер деген кім деген кезде осы түсініктің дұрыс емес болуының кесірінен көп адамдар қоғамда статусы кәсіпкер, бірақ өзінің миында, өзінің түсінігінде кәсіпкер емес. Медцентрдің иесі келді алдында бізге. Қол астында 22 адам жұмыс істейді, кәдімгідей медцентрі бар, адамдарды басқарады. Бірақ мен сөйлесіп отырсам, оның түсінігінде ол өзі әлі врач қой. Статусы кәсіпкер, адамдар жұмыспен қамтып отыр, кәсіпті жүргізіп отыр, клиенттерді жинаумен айналысады, төлем қабыл еткізеді, өнімді береді, бірақ миында ол әлі өзін кәсіпкер ретінде мойындамаған, ол миында врач, адамдарды емдейтін емші. Егер мен емші болатын болсам, мен бір кабинетті алып алуым керек. Қиындатпай сол кабинеттің ішінде өзім ғана жұмыс істеп, адамдарды емдеп, жүрегім де тыныш, өмірім де тыныш, рахаттанып өмір сүре беремін да. Егер мен кәсіпкер болсам, қол астымда қызметкерлер көп болса, өзімнің қызметімді көп көлемдегі адамдарға көрсететін болсам, онда мен емші бола алмаймын. Мен кәсіпкер боламын. Кәсіпкер ол емші емес. Сол үшін егер мен кәсіпкер болсам, мен өзім баратқан жолымды, таңдаған жолымды, оның ауыртпашылығын түсінуім керекпін да.